Қазір міне қара. Ет қымбат. Bir пресс 1,5 мың теңге. Bir пресін bir малға берсең, қазір bir малың bir пресін жеп қоя салады. Бірақ жарты кило ет қоспайды сол мал. Сабан 1000 теңге. Енді етіні қалай қымбат деп айтады сонда халық. Білмеймін, сабан 1000 теңге. Сабанның 1 килограмм 100 теңге болады. Қалай қымбат деп айтады сонда. Түсінбеймін бірақ. Бақпаған адам түсінбейді. Еңбектенбеген адам, жұмыс істемеген адамға ол барлық нәрсе қымбат ол. Барлық нәрсе қымбат. Ет те қымбат, өмір де қымбат, бәрі. Бәрі қымбат қой. Бәрі қымбат. Енді жұмыс істеген адамға барлық нәрсе арзан сияқты болып тұр. Сондай болып тұр ғой енді ол. Енді оны білмеймін, бір келешекте не болады бұл. Етінің жағдайы. Неғып істеместікке енді. Осы экспорттарын ашып қойса, баяғындай жұмыс істесек, ол баяғы өткізсек, алсақ, ауыстырсақ, бәрі сол соншама халық жұмыс білен ғой енді, қамтылады ғой енді. Енді мен бақпасам, сен бақпасаң, халық соншакілік бәрі істемесе, ет жемей өтеміз ба? Ет жемей өтетін дәрежеге жетіп қалады ғой ол. Қиын болып жатыр, білмеймін енді ол жағын.